Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша Экспо 2017 Қазақстан белесі бөлімінен Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік толғауын өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйек сөздерді талқылай отырып, тақырыппен көтерілетін мәселені болжау. Бағалау критерийі. Тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйек сөздерді талқылай отырып, тақырыппен көтерілетін мәселені болжайды. Тыңдалмалды тапсырмасы. Білім алушылар, сұрақтарға жауап беріңіздер. Тәуелсіздік толғауы дегенді қалай түсінесіздер? Қазіргі заманда тәуелсіздігінен айырылған мемлекеттер бар ма? Мемлекет қандай жағдайда тәуелсіздігінен айырылуы мүмкін? Екінші тапсырма. Кіріспе бөлім жаңа материалды ұсыну кезеңі. Топтық жұмыс. Білім алушылар кластер әдісі арқылы тәуелсіз елдің белгілерін атайды. Тыңдалым тапсырмасы. Білім алушылар Айбек Бекбосынның елбасы толғауы күйін тыңдап, бейнематериалды тамашалайды. Экранға назар аударыңыздар.
Білім алушылар, тыңдалым тапсырмасы бойынша материалды ұсыну кезеңінде мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, күйді тыңдағаннан кейінгі әсеріңіз қандай? Екінші, тәуелсіздігін алғаннан бері еліміздегі өзгерістер жайында не айта аласыз? Үшінші, күйші бейнефильмнің негізгі ойын жеткізе алды ма? Соңғы сұрақ, бүгінгі сабағымызға күйдің қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Сұрақтарға жауап береміз. Тәжірибелік кезеңнің негізгі бөлімінде білім алушылар тапсырмаларды орындайды. Бесінші тапсырма. Мәтінді тыңда, оқы, мәтіннің стилін, мақсатын, қолдану аясын анықта. Дескрипторлар. Білім алушылар мәтінді тыңдайды, оқиды, мәтіннің стилін, мақсатын, қолдану аясын анықтайды. Көтерілген мәселені болжайды. Қалыптастырушы бағалау. Білім алушылар 2 жұлдыз 1 тілек әдісі арқылы топтық бағалау жүргізеді. Келесі кезекте 6-шы тапсырма. Мәтінге сүйеніп ақпараттардың дұрыстығын анықта. Бізге 4 ақпарат берілген. Бірінші, ұлы далада күллі Еуразия құрлығын уысында ұстаған алып мемлекеттер болған. Дұрыс па, бұрыс па? Алып кеңістікті ен жайлап, еркін билеп төстеген айбарлы халықтар өмір сүрген. Дұрыс па, бұрыс па? Қазақ хандығы біздің еліміздің түп тамыры. Білім алушылар, ақпарат дұрыс па, әлде дұрыс емес па? Және соңғы сөйлем, біздің буын жаңа тарихқа Қазақстан Республикасы деген атпен аяқ басты. Тапсырманы мұқият орындап, ақпараттың дұрыс-бұрыстығын белгілеп шығамыз. Қорытынды бөлім өзіндік жұмыс үшін материалды ұсыну кезеңінде 7-ші тапсырманы орындаймыз. Сөздердің сыңарларын мағыналарымен сәйкестендіреміз. Бізге 6 сөйлем берілген. Мұқият орындаймыз. Оқушылар, рефлексия, яғни бүгінгі сабаққа кері байланыс жасайық. Мына сұрақтарға жауап берейік. Бүгінгі сабақта қандай өмірлік білім алдым? Сабақта маған тапсырманы орындауға не көмектесті? Сабақта маған тапсырманы орындауға не кедергі болды? Маған қиындықтарды жеңу үшін не істеу қажет? Бүгінгі сабақтан не үйрендім? Білім алушылар, үйге Қазақстанды дамыған елдер қатарына қосу үшін мен қандай үлес қосамын тақырыбында эссе жазамыз. Екінші, біздің халық неліктен ұлы халық? Өз сөздерімен дәлелдеп, сұраққа жауап жазамыз. Білім алушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.